Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар. Мына дін сендер бейтаныс халдеріңде келгенде сендерде бейтаныс халде кетеді дейді. Оның хадистің соң түсініктемесінде ғалымдар не дейді? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам уақытындағы сахабалардың істеген мәселені одан кейінгі табиғиндар істей алмады дейді. Қанша әрекет етсеңіз. Одан кейінгі атбаға табиғиндар келген кезде мыналар табиғиндардың істеген мәселені істей алмады. Енді біз келіп алып, ата-бабаларымыз адасқан екен, абайың адасқан, шәкәрің шатасқан деп осылар ашық айтып жатыр. Біздің ата-бабаларымыз дұрыс емес жолда болған, мушриктер болған деп жатыр. Олар дінді түсінбеген, сауатсыз болған деп ашық айтып жатыр. Бірақ қарап отырсақ, сол ата-бабаларымыздың санып кеткен, істеп кеткен осы дін саласындағы мәселені біз мойындаймыз, оны істей алмай жатырмыз. Қазіргі таңда өзімізді мысалы мұхит асып, шетел асып оқып келдік. Бірақ біз бала кезімізде әкем де айтып отырады, нағашы әжем де айтып отыратын. Ондай қазақтың даласында онlardan өте көп болған. Мынау аққан суды теріс ағызады деген сөздер бар. Ана білімі соншалықты күшті, ағып жатқан суды теріс ағызады деп осындай бала көзімізде көріп өстік. Бірақ қарайтын болса, қазір таңда қанша оқып келсе де ешкім оны істей алмай жатыр қазір. Мен әлі естіген жоқпын қазақ даласында қазір ағып жатқан анау өзенді тоқтатып тастайтын білімі сондай күшті екен. Мен ондай естіген жоқпын. Айтқым келгені, неме қазір таңда біздің алдымыздағыларды да істей алмаймыз біз. Оны Расулалла ескертті бізге. Енді қазіргі таңдағы біздің дінді түсініп жатқанымыздай, шамамыз келгенше амал істеп жатқанымыздағыдай, бізден кейінгілер біз сияқты істей алмайды. Бұл барған сайын осы әлсірейді. Демек жаңа айтқанымыздай, дінмен жүресің бе, дәстүрмен жүресің бе деп жастарды не істеп жатыр? Осындай ата-бабамыздан келатқан сөзді тыңдамауға шақырды. Бұлардың екінші ұстанған жолдары, енді бала әке-шешесін тыңдамайды, енді қайда келеді? Мешітке келеді. Мешітте білікті имамдар отыр. Мешітте оқып келген азаматтар, ұстаздар бар. Бұлар не деп жатыр? Сен намазға барда, намазда парызды оқып болғаннан кейін имамды тыңдама, ұстаздың уағызына қатыспа. Кет қал дейді. Неге? Жүрегіңе күмән, шубха салады дейді. Енді имам деген кім ол? Имам деген бұл пайғамбарымыз айтқанда ал-улама варасатул анбия. Бұл білім иелері, бұлар пайғамбарлардың мирасқорлары. Мирас. Пайғамбарлардан алтын күміс қалмайды дейді. Білім қалады. Имамдар мешітте екі-ақ жерде уағыз айтады. Біреуі мехраб, имамдыққа шығып тұрған жер бар ғой, сол жерде уағыз айтады. Екіншісі минбарда, құтпада, жұма айт намазда құтпа оқитын жер бар ғой, сол жерде уағыз айтады. Осы екі жерде. Имамның үстіне киіп тұрған шапаны Расулалланың шапаны. Басындағы сәлдесі ол Расулалланың сәлдесі. Пайғамбарымыздың киімін киіп алған адам, пайғамбарымыздың мүбәрак орнында тұрған адам халыққа не айтуы мүмкін ол? Өле есек айтпайды, бұл жерде ғайбат сөйлемейді. Ана жерде пайғамбарымыздың орнында тұрған кезде мехрабта аяғың қалшылдап тұрады. Минбарда тұрған кезде аяғың кәдімгідей дірілдеп тұрасың. Ана жерде қай жерде тұрған өзін сезініп тұрасың сен. Бұлар олар не деп жатыр? Оны тыңдасаң жүрегіңе не салады дейді? Күмән салады дейді. Имамдардың айтатындары олар не дейді? Мазхабқа шақырады деп, дінмен жүресің бе, мазхабпен жүресің бе деп, енді баланы имамнан алып қойды. Жаңа дінмен жүресің бе, дәстүрмен жүресің бе, ата-әжесінен алып қойды ғой. Енді бала мешітке келіп, оқып келген азамат екен ғой деп сөзін тыңдап, білімін жалғастырып, мынау немді көтерейінші деп, білім алайыншы деп келсе, оларға екінші ұстанған жолдары дінмен жүресің бе, мазхабпен жүресің бе деп баланы жаңа адастырды. Міне дін, міне Құран, сүннет мына жерде тұр, мына жерде мазхаб тұр дейді. Міне мазхаб. Пайғамбарымыздың ешқандай хадисі жоқ. Сендер Абу Ханифа дегеннің мазхабында болыңдар, немесе имам Шафидің мазхабында болыңдар, Ахмадтың немесе имам Маликтің мазхабында болыңдар деген хадис жоқ. Деп жатыр, осыны ашық айтып жатыр. Дұрыс, ондай хадис жоқ. Ондай хадис жоқ. Мазхаб деген не ол? Мазхаб деген өзіңіздің білмеген нәрсеңізді барып сұрайсыз, ұстаз сізге жауап береді. Болды, сіз сонымен қанағаттанасыз, сіздің мазхабыңыз сол болады. Мазхаб деген захаба деген етістіктен шығады. Захаба деген барып бірден сұрап қайтып келдің. Бірақ қарап отырсақ, имамдар немесе ұстаздардан бір сұрақ қояды, оны жауап берсе, оны қанағаттанбайды да, сыртқа шығады да, біреу дарын ұстазына звондайды. Біреудің мазхабы дарын болып жатыр. Біреу Ділмұрат ұстазына звондайды. Оның мазхабы Ділмұрат. Біреудің ұстазы Уқтам бауырымызға звондайды. Оның мазхабы Уқтам. Мен айтамын да оларға. Бауырлар, біздің қазіргі таңдағы көзіміз көріп жүрген, бұндай тірі жүрген адамдар мазхабты ұстамасыңдар сендер. Сендер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мақтап кеткен 3 ғасырдағы адамдардың жолын ұстану керек. Пайғамбарымыз айтады, мына дін толық кемелдікке толған кезеңі менің кезеңім. Одан кейінгі келетін кезең.
Одан кейінге келетін кезең, одан кейін дін бұзылады деді. Сол кезде сахабалар сұрады, я Расулалла, сол кезде дін бұзылатын болса, біз кімді станайық? Дінді қалай үйренеміз? Пайғамбарымыз айтады, сендер не? Көпшілікпен бірге болыңдар. Бөлінбеңдер деді. Демек осы 3 ғасырда сәләфін солих, алтын ғасыр деп осы 3 ғасырға айтылады. Алғашқы 300 жылдың іші. Пайғамбарымыз сахабалармен мына жерде тұр. Абу Ханифа рахмахуллах мына жерде тұр. 280-де ол кісі туылып, 150-де қайтыс болды ғой. Осы 200 жылдың ішінде жүргендер табиғиндар мына жерде. Одан кейінгі 3 имам Тахауилар мына жерде тұр, 3-ші ғасырда. Осы 3 ғасырда Расулалла мақтады. Дін толықтық кезеңде тұрған адамдар еді олар. Біздің ата-бабаларымыз өте көрегендігі соншалық, осылардың ішіндегі ғалымдар тастанды. Бұлар қазір қанша нәрсе айтса айта берсін, бірақ иснаптарын оларға алып бара алмай жатыр. Айтқан сөздер оған бармайды. Біздің кез келген айтқан сөзіңізді Ханафи мазхабындағы кейбір әрбір іс амалдарыңызды қарасаңыз, осы 3 ғасырда өмір сүрген ғалымдарға барып тақалады. Ол деген сол Расулаллаға барады деген сөз.